Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қатты ыстықта шөліңді қандыратын көже дайындайтын боламыз. Мұздатқышқа қойып салқындатып ішсеңіздер шөліңізді жақсы қандырады. Көжені жасауға кірісеміз. Бізге күрішті жақсылап жуып, осылай суға салып, пісем дегенше жақсылап араластырып, тұзын салып, оның үстіне осындай смеш жасайтын боламыз. Міндетті түрде салқын су болу керек. Салқын суға ұнымызды салып, түйіршіктер болмау үшін шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Қоюлығы дәл осындай болу керек. Осы смесімізді қайнап жатқан судың үстіне құямыз. Жақсылап араластырып, бірден оның үстіне 1 литр сүт құямыз. Сүтіміз бен күрішіміз піскен кезде оттың астын сөндіріп қоямыз. Бөлме температурасында суығанша күтеміз. Шым-шым болған кезде аштықымызды құямыз. Бүгін аштықыға мен қымыз қолдандым. Егер де сіздерде қымыз болмайтын болса, магазиннен тан немесе тандемді қолдануға болады. 2 шай кесе қостым. Көженің бетін жауып, жылы орап, бір түнге қалдырып қоясыздар. Бізде екінші күні көжеміз дайын болды. Жақсы ашыған, жақсылап араластырып, ыдыстарға құйып, тоңазытқышқа суытуға қойып қоямыз. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта көптеген рецепттерді жіберіп алмас үшін маған тіркеліп колокольчикті басып қойыңыз.